мына жерде қыздарға қандай кеңес бере аласыз? Сіз сияқты әдемі болып қалу үшін не істеу керек? Ең бірінші қыздар, өздеріңді өздерің ұстай біліңдер. Сабырлыққа шақырыңдар. Қазақта сөз бар ғой, асыққан шайтанның ісі дейді. Сол балаңа қара, басқа көзіңе қара. Ол сенен шыққан бала. Сен оны онан сайын жақсы көр. Жағдайын жаса. Ойла, сен де кішкентай бала болғансың осы бала сияқты. Сені де анаң шыдады осының бәріне. Сондықтан кешіре білу керек. Соның баланың жағдайына түсіне білу керек. Қазір 5 минуттан кейін бала қайтып айналып келді. Мама деп өзіңді қайтадан сағынып жақсы. Күйбелең тіршілікке беріліп кетпей, қалай бақытты болуға болады? Адам өз-өзін, бірінші өз-өзін сыйлау керек. Жақсы көру керек өз-өзін. Бәрінен де бұрын өзіңнің екінші жарыңды сыйлай біл. Соған ұнасын істеп отырған тіршілігің. Сонда ғана екеуің қосылғанда бір арнаға құйыласыңдар. Сендер құйылған кезде оған әрине бала-шаға, үйдінші бәрі құйылады. Сонымен сол арнада жүру керек. Ал адам өз-өзін қадірлеп, өз-өзіне қарап, өз-өзінің кім екенін ұмытпау керек.